Ассалаумағалейкум. Сәлем достар, көп болды сабақ шықпағалы. Бүгін мен киномастермен видео монтаж үйретейін деп жатырмын. Көптен бері өзіме ұнап жүрген сабақтардың бірі. Қазір тек қана бір футажды көрсетемін бұл жерде. Негізінен бұны кино, яғни футаж дейді, задний фон, видео фон дейді, түрлі атаулар бар. Енді соның ішінен біреуін ғана көрсетейін. 2-3 футаждар тартқан болатын, соның ішінде біреу ғана тура келді емес, біреу ғана ұнады. Оны көрсетіп отыратын уақыт та ұзақ болды. Жай ғана біреуін алып көрсетейін, қалғандарын өздеріңіз скачать етіп алып көресіздер. Мінекей, осы видео. Ну сколько можно об этом, я уже принял решение. Пора менять свою жизнь без твоего разрешения. И если раньше я думал менять... Мінекей, осы видеоның бүгін біз жасалу жолын үйренеміз. Достар, бұл жай ғана мысалы ретінде видео. Енді сіздер бұны одан да дамытуларыңызға болады, одан да түрлі еңбектенуге болады. Мінекей, плюсті басамыз, безеймін. Тек қана өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз ішінен. Мінекей таңдаймыз, видеоның үстінен басып қалған кезде медиа бірге түседі. Следующий. Ешқайсысын таңдаудың, ешқай жерге жазудың да қажеті жоқ. Окей, мінекей біздің видео түсті. Бұл артқы фонға қоятын видеомыз. Ютубтан задний фон видео десеңіздер болады, фон видео десеңіздер де болады, футаж деп десеңіздер болады. Енді бізге слой керек болады, слойдан изображение. Өзіміздің PNG форматындағы фотомызды аламыз. Мінекей достар, PNG-ді білесіздер, кайтып жасауды Eraser дегенмен және де PixArt-пен жасауға болады. PNG форматтағы фотоларыңызды осылай жасап аласыздар. Мінекей жасап алып осылай қоясыздар. Мінекей примерно түсінікті болып жатқан шығар барлығыңызға. Окей, біздің келесі сатымыз енді слойға кіріп фигурамен, яғни рисовайтпен жұмыс жасау. Рисовайтты көріп тұрсыздар. Мінекей қазір мынаған басына қалай шығатынын таңдап ала салайын. Мінекей мына жерлерден білесіздер. Үстін басқан кезде бізге функциялар шығады. Сол жерден таңдап білесіздер. Егер білмесеңіздер, біздің PixArt сабақтың бірінші урогын қараңыздар, сол жерде толық көрсетілген. Енді бізде рисовайт форматы. Мінекей осы жерден көрдіңіздер, 4 бұрыш барлығының осы жерден кішірейтіп аламыз. Окей, ақ түсті таңдаймыз. Енді 4 бұрышын осылай жанына сызып қоямыз. Енді білмеймін сіздерге қандай ұнайды. Мүмкін 3 бұрыштың ішіне жазатын шығарсыздар, мүмкін 10 бұрыштың ішіне, ол сіздердің таңдауларыңызға байланысты. Мінекей маған ұнағаны осы 4 бұрыш. Тиматидің бір рекламасында көрген болатын. Мінекей, енді әрмен қарай бұның ішіне біз текст жазатын боламыз. Яғни бұдан да таңдап қоя салайық. Мінекей үстінен басқан кезде функция ашылады. Окей, біріншісін таңдайсыздар. Бұл бірінші деген басында қалай басталатыны сізге көрсетіп береді. Мінекей соның ішінен біріншісін таңдай саламыз. Яғни жай плавный болып, плавный дейді, яғни баяу шығады біздің экранымызға. Сол ең әдемі көрінетін, бірден жарқ етіп шыққаннан гөрі. Енді әрмен қарай текстке кіреміз. Текстке кіріп Тимати деп жазып аламын. Яғни Тиматидің, яғни сіздер дәл осының орнына қазір сіздер өздеріңіздің фотоларыңызды, өздеріңіздің PNG форматындағы фотоларыңызды елестетіп отырыңыздар. Маған міндетті түрде бір текст таңдаймыз. Окей, мына текст маған ұнады. Бірақ та бұл ішінен кішкентаяқ болып тұр. Менде тексттер өте көп болатын, бірақ киномастер неге екені азайып кетті. Мынау тен деген нәрсе, достар, бұны алып тастай салыңыздар. Себебі тен тұрған кезде жазу біртүрлі болып көрінеді. Енді яғни теннің қаралығын қара емес, аққа ауыстырып қойсаңыздар, мінекей жап-жарық болып көрінеді. Сары болса сарғыш болып көрініп тұрады. Енді әрмен қарай бұл Тимати деген жазулардың арасын ашам. Правил дейді. Компьютердегі батырма сияқты. Мінекей ортасын ашып шығам. Окей, ортасын ашып шыққан кездегі мінекей көрдіңіздер, ішіне дәл түсетін болады. Мінекей дәл осының орнына сіздер примерно өздеріңіздің жұмыстарыңызды елестетіп отырыңыздар, түсініп көріңіздер. Қалғандарына тиіспей қойыңыздар. Свет, фон, контур енді ондай қатты рөл ойнамайды бұл жерде. Әрмен қарай кетеміз. Окей, мінекей енді фонтты таңдап қоя салайық. Фонтта баяу шығатын неге, окей. Бір видеоны көріп алайықшы, мінекей. Қандай болып жатыр жалпы? Мінекей Тимати шықты. Окей. Енді бұл монтаж уақытында сіздерге қатып көрініп жатқан шығар, бірақ та өздеріңіз істегенде мүлдем қатпайды. Мінекей маған Тиматидің шыққаны мүлдем ұнамай тұр. Қазір қараңыздар, мынаны басқан кезде қазір біз басқа көрейікші, бұл да болмайды. Окей, мынау әдем түсті. Окей, мен толық көрмегеннен мынау маған қатты ұнады. Дәл түскен сияқты мынаған Тимати. Енді әрмен қарай тағы да қосамыз. Енді тағы да текст. Слойды басасыздар достар. Слой, текст. Текст басқан кезде осылай батырма ашады. Сіздер аттарыңызды өздеріңіздің басқа да рекламалар жазсаңыздар болады. Микропро. Міндет түрде өзімнің атын жаза салайын. Микропро. Дәл қазір ютубтан көріп отқан достар үшін біздің ВК-да группамыз бар.
Photoshop сабақтары деген сол жерге кірсеңіздер болады. Мінекей дәл сол жүйе плавный қылып таңдаймыз. Окей, әрмен қарай 25 апрель деп жаза салайын. Енді алдағы уақытта апрель деп ағылшыншалап жаза салайын. Окей, апрель. Окей, бұған да текст таңдаймыз. Тексті өзіне сай келетін текст таңдап, бұнда өзінің орнына бір белгілі бір шетке немесе ортаға көрінетін жерге немесе мүлдем шетке өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты бір шетке қоясыздар. Мінекей әрмен қарай микропро енді біз слойға кіреміз. Тағы да слойға кіріп, достар, мінекей мынаны жайғарып алғасын. Қазір дәл қойдық жазудың астына. Слойға кіріп, енді рисовать. Рисовайттан енді біздер 4 тушының үстін басамыз да, мінекей мына жерден азайтып алып, зигзаг, бірінші тұрған зигзаг таңдайсыздар. Сол мінекей ұзын сызық пайда болады бізге. Ұзын сызық осылай сызамыз да, мінекей мына жерде өшіргіштер бар. Ақ нүктенің астындағы өшіргіш, мінекей, то есть зигзагтың астындағы өшіргіш, сол кәдімгі біздің өшіргіш батырмамыз. Pixar'тағы өшіргіш батырмасының рөлін ойнатады. Мінекей раз қалай болып отқан бір көріп алайық. Окей, бәрі нормальный шықты. Мінекей әрмен қарай тағы да бұған идея қосамыз. Енді бұған майда логотиптер қосамыз. Яғни бір білесіздер, бір Қазақстан ұлттық арнасы бір нәрселерге демеушілік жасағанда логотиптер тұрады. Шетінде майда. Дәл сондай логотиптер қоямыз. NTK-ның логотипі бар екен, және Instagram бар екен. Менде шетіне қоя салайын осыларды. Мінекей өзімнің логотипін көріп тұрсыздар, оң жақ шетінде тұр. Мінекей, окей, Instagram-ды қойдық, NTK-ны қойдық, тағы да. Енді блик деген нәрсе бар, достар. Блик PNG десеңіздер Google-ге мыңғырық түрі шығады. Мінекей мендегі бары дәл осылай қоясыздар. Бұны енді ортасындағын таңдайсыздар, достар. Мінекей сол жақ, мінекей ортасын таңдап, үшіншісін таңдайсыздар. Мерцине ма, солай жазылған, көзім жеткен жоқ. Соны басқан кездегі тез лыпылдап тұрады. Қазір көрсетейін. Окей, бұны до конца басына шейін апаруым керек. Мінекей қазір басына шейін апарайын. Соңында, видеоның соңында, достар, мен шығарып қойған. Сол жерде көрсеңіздер болады. Мінекей осыны қандай маргайт етіп тұрады. Мінекей дәл маргайт етеді. Енді әрмен қарай бәрібір видеода музыка қойылғанмен дұрыс естілмейді. Сол себептен музыканы қойған жоқпын. Музыка қоюды бәріңіз білетін шығарсыздар. Шеттегі аудионы басасыздар. Мінекей аудионы басқан кезде осы жерде музыка шығады. И музыканың үстінен басқан кезде плюс батырмасы шығады. Сол плюсті бассаңыздар осы жерге видео түседі. Мінекей шеттегін сохранить. Әрмен қарай сохранить етесіздер. Сіздермен болған мен микропро. Сау, саламатта болыңыздар. Ну сколько можно об этом, я уже принял решение. Пора менять свою жизнь без твоего разрешения. И если раньше я думал менять...